Сәлем достар, бүгін өте дәмді дәл пиццариядағыдай болып шығатын ірімшікті пицца, яғни сырный пицца дайындайтын боламыз. Менің ең сүйікті пиццам десем болады, жасалу жолы оңай. Видеоны толықтай көріп шығамыз. Алдымен пиццаның тестісін дайындайтын боламыз. Жылы суды құйып, оған тұз бен қант салып, ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін ашытқы, яғни свежий ашытқы саламыз, оны да араластырамыз. Одан кейін сұйық май құйып, оны да араластыратын боламыз. Және соңында барлық ұнды салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін қамырымызды толықтай біркелкі болғанша илеп алатын боламыз. Өте керемет бізде қамыр шығатын болады. Түгел ұнды салып жібергеннің өзінде де ешқандай қолға жабыспайтын орташа тығыздықтағы қамыр шығады бізде. Осы қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қоятын боламыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз көтеріледі. Көтерілгеннен кейін тағы да түсіріп алып, оны 2-ге бөлетін боламыз. Бұл қамырдан 2 пицца жасауға болады, сондықтан мен 2-ге бөлдім. Қамырды 2-ге бөлгеннен кейін бетіне май жағып, осылай қолымызбен дөңгелектеп аламыз. Май жаққаннан кейін жылтыр өте әдемі қамыр шығады. Осы қамырды екеуін тағы да жылы жерге қойып, 10-15 минутқа бетін жауып, тағы да көтеріп алатын боламыз. Арада уақыт өткеннен кейін қамырымыз өте керемет болып көтерілген екен. Осы қамырымызды енді жаятын боламыз. Пиццаның формасына келтіріп алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады, немесе қолмен де өстіп пиццаның формасына қарай созып алсаңыздар болады. Мана айтып өткенімдей, бұл тестімен кез келген пиццаны жасап пісіруге болады. Өте дәмді, керемет рецепттердің бірі. Бұл пиццаның размері шамамен 30 диаметрді құрайды. Пиццаны жазып болғаннан кейін табаға салатын боламыз. Табаға салар алдында міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Пиццаның соусына кетчуп, майонез немесе қызанақ емес, осындай сырный соус жағатын боламыз. Бұл кез келген дүкеннен табылатын дүние. Сырный соус немесе майонездер де болады, сырный майонез. Өте дәмді болып шығатын, ерекше дәм беретін сондай соустардың бірі. Толықтай пиццаның бетіне жағып шығасыздар. Пиццаның бетіне моцарелла сырын қолданамын. Өте дәмді болып шығады. Бұл сыр кез келген дүкеннен таба аласыздар. Қазіргі таңда пиццаларға қолданатын барлық кафе, ресторандарда осы сырды қолданады. Пиццаны духовканың ең жоғарғы градусына қойып, 360 градус, кейбір духовкалерде, кейбіреулерінде 250 градус болады. Ең жоғарғы градусына қойып 10 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай керемет пиццамыз дайын болды. Өзіме қатты ұнайтын сырный пицца жасап сіздерге көрсеткеніме өте қуаныштымын. Қараңыздар, сырның өзі кәдімгідей созылмалы, сондай әдемі болып шығады. Дәмі де өте керемет, қамырда жұмсақ болып шығатын пиццаны сіздер де үйден дайындай аласыздар. Міндетті де кафе, рестораннан жеу міндетті емес. Үй жағдайында пісірсеңіздер, балдарыңыз да өте қуанышты болып рахмет айтады. Сыры мен соусы өте керемет үйлесімін тауып, дәмді пицца шығады. Сіздермен Салтанат.